Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге Моңғолия елінің тағамы ұн қуырдақты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, ерекше, балалар қалдырмай жейтін тағамдарымыздың бірі. Ал енді менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен мен қазанымды қыздырып қойдым. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып жіберіп, оның үстінен етімізді салып, еттің үстінен пиязымызды салып жібереміз. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салып алыңыздар. Барлығыны бірге жақсылап араластырамыз. Және қазанның қақпағын жауып, жоғарғы отта 5 минут қуыратын боламыз. 5 минуттан соң тағы да жақсылап араластырамыз. Енді отымызды ең төмен, яғни ең баяу отқа қойып, қазанның қақпағын жауып, осылай етіміз дайын болғанша бұқтырып қоятын боламыз. Біз енді қамырымызды илей бастаймыз. Табағымызға бір жұмыртқаны салып, оның үстінен бір шай қасықта тұз салдым және суымды қойып жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған. Сол жерден қарасаңыздар болады. Қамырымызды осылай илеп, домалақтап 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Арада 1-2 рет илеп жіберсеңіздер болады. Сонда қамырымыз жақсы жайылатын болады. Достар, менде осылай қамырымды үлкен етіп жаятын боламын. Егер сіздер қаласаңыздар, қамырды 2 бөлікке бөліп жайып жіберіңіздер. Міне осылай мен енді бірдей 4 бөлікке бөліп алатын боламын. Қызып тұрған сковородкаға қамырымызды кептіріп алатын боламыз. Қатты қақтап жіберуге болмайды, сәл ғана лаваш сияқты кептіріп алсаңыздар жеткілікті. Егер сіздерде сковородкаларыңыз кішілеу болатын болса, жаңағы мен айтқандай қамырды 2 бөлікке бөліп жайыңыздар. Міне осылай дайындап алдым. Енді қамырларымыздың барлығыны осылай қараңыздар, өте керемет болып шықты. Мен осылай дайындап алдым. Енді қамырымызды осылай 3 бөлікке бөліп кесіп шығатын боламыз. Яғни бір-бірінің үстіне қойып кесіңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жіңішке жуан етіп турасаңыздар болады. Мен сәл жуандау етіп турадым, яғни балаларға шанышқымен жегенге ыңғайлы болуы үшін. Енді барлық қамырларымызды турап болған соң, өсімдік майынан азғантай осылай сеуіп жіберіп, араластырып жібереміз, яғни қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмауы үшін. Енді қазанымыздың қақпағын ашып, жаңағы етіміздің үстінен мен осылай 1 пиала толтырып су құйдым. Сіздер жарты кеседе, үлкен кесе болса жарты кесе құйыңыздар. Оның үстінен қамырларымызды осылай салып алатын боламыз және бұқтырып 8-9 минуттай қойып қоямыз. Біздің қамырымыз яғни жартылай піскен, сол үшін көп бұқтыруға болмайды, езіліп кетуі мүмкін. Достар, міне біздің тамағымыз дайын. Өздеріңіздің қалаған көкөністеріңізбен осылай әсемдеп, сеуіп жіберсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.